Адам саны ең тығыз орналасқан 3-ші мегаполис Шымқаладамыз. Сәлем достары, бүгін мың бала жобасы шырайлы Шымкентте. Дәл қазіргі сәтте Шымкентте қызу тіршілік жүріп жатыр, ал біздің кастингіміз аз ғана уақыттан соң басталады. Бізбен бірге болыңыздар. Саламға, құлай өмірді бір ағырат береді, оны Шымкентте сүру керек. Құрметті көрермендер, біз қазір Шымкент қаласының орталық алаңында жүрміз. Қазіргі уақытта Шымкент қаласының тұрғындарымен сұхбат жүргізетін боламыз. TikTokта кімдерді қарайсыңдар? Хаустар. Кімдерді? Көп. Хаустардың ішінде қазақ тілде түсіретіндер бар ма? Бип хаус, Йола хаус. Жалпы күндеріңнің неше уақытын телефонға жұмсайсыңдар? Көп па? Соның ішінде қайсы TikTok әлі Instagram? TikTok. TikTokқа ма? Өздерің TikTok түсіресіңдер ма негізі? Иә, көп емес. Жалпы біз мынандай мың бала дейтін TikTok хауспыз. Қазір Қазақстанның бүкіл жерлерін аралап кастинг жүргізіп жатырмыз. TikTok көресіңдер ма? Иә. TikTokта кімдерді көресіңдер? Әртүрлі. Қазақ тіліндегі контенттер көресіңдер ма? Орыс тіліндегі ма? Иә, қазақ тілінде кімдерді көресіңдер? ННН сол. Қарапайым. Алишер. Жалпы өскенде кім болғыларың келді кезек-кезек? Кім болғың келді өскенде? Дәрігер. Дәрігер болғың келді ма? Сен? КНБ. КМБшник боласың ба? Сен? Бизнесмен. Бизнесмен, сен? Архитектор. Архитектор. Жалпы армандарыңа жетіңдер жігіттер. Шымкент қаласы несімен ұнайды сендерге? Бәрімен. Мысалы, қыдыратын жерлер көп па? Табиғаты ыстық па? Күн ыстық. Несі? Табиғаты сол осы. Жасалған дизайн бәрі сол. Мың бала хаус Шымкентте. Шымкент жер жанаты ғой, негізі бар нәрсе бар бұл жерде. Өте жақсы, керемет ауылдар. Жалпы Шымкент қаласында осы жастарға көңіл бөліп жата ма, қолдау көрсете ма? Негізі жастарға көңіл бөліп жатады. Жастардың барлық жағдайын істеп жатыр. Басқа не дейміз енді? Барлығы әйтеуір жақсы, өкіметке байланысты ғой, басшыларға байланысты. Жастардың жағдайларын жасаса, пенсиямызды енді уақытылы алып жатырмыз. Қалай пенсия жетіп жатыр ма ба? Жетеді, Құдайға шүкір болады. Жалпы енді Шымкент қаласында адамдар туралы айта кетсеңіз, қонақ жайлығы туралы. Қонақ жайлығы жақсы ғой енді. Біздің қазақ халқымыз өте түшпейлі халық қой. Қонақ жайлы. Жалпы енді жаңа Қазақстан туралы өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Жаңа Қазақстан туралы енді әйтеуір барлық жағдайды жасап жатыр ғой. Құдай қаласа болады деп отырмыз, өзіміз үміттеніп. Жақсы, рахмет апа, ғұмырлы болыңыз. Болды, айналайын, рахмет сендерге де. Бала-шағаңыздың қызығушылығын көріңіз. Рахмет. Несімен ұнайды? Бізде көп нәрсе арзан, біріншіден. Одан кейін күн жылы. Өмірге керекті заттың бәрін табуға болады Шымкентте. Жалпы енді жастарға қолдау көрсетіліп жата ма Шымкент қаласында? Қандай жастарға? Студенттерге? Студенттерге, оқушыларға. Қолдау көрсетіліп жатады. Студенттерге, может, жатақханалар ашылған шығар, о жағын білмеймін. Күн тағы да көргеніме қуаныштымын. Менің атым Абай Сейфулла, мың бала хаус TikTok жобасының продюсерімін, журналистпін. Біз өздеріңіз көріп жатқандай басты мақсатымыз Қазақстанның барлық өңірлерін аралап, қалаларды, ауылдарды, аудандарды, өте талантты балаларды жинау, олардың басын қосу, Қазақстанда тұңғыш қазақ тілді, толығымен қазақ тілді TikTok хаус ашу Алматыда. Сол арқылы балаларды біраз уақытқа осы блогерлікке дайындау, өздерінің өнерін әрі қарай шыңдауға көмектесу және осы хаус арқылы жақсы контенттер жасау, TikTokқа, Instagramға тағысын тағы бір команда құру. Бізге Қазақстаннан 20 бала керек. Біз барлық аймақты аралағаннан кейін 20 баланы іріктеп аламыз.
Сол мақсатта Шымкентке де келдік. Шымкент өнердің ордасы. Оны білеміз, кеше Түркістанда болдық. Сіздердің қатысқандарыңызға, қызығушылық танытқандарыңызға рахмет. Бастаймыз, егер де сұрақтарыңыз болса, тағы да кастингтен кейін әңгімелесе береміз. Мен Тағаева Шолпан. Ұлтым қазақ, көбісіне қызық шығар. Осы Шымкент қаласына туылғанмын. Көбінесе курс оқимын. Психология мамандық жағынан көбінесе қызығам. Содан мен сол мамандыққа түскем. И арасында жұмыс істеймін. Модель, әр кезде әрқалай болады. TikTok как хобби ғой, бәрінде деп ойлаймын. Флешман айналысқыңыз келе ма? Иә, сол үшін ойлағам осы, может быть, шанс. Жобасына келген мақсатыңызды жақсылап айтып беріңіз. Енді бәрі TikTokқа қызығады деп ойлаймын. Как хобби көп түсіріп жүргеннен кейін, өйтіп осы шанс деп ойладым. Может попробовать күшті жағынан, может бір нәрсе шығып қалар, может бір нәрсе істеп қалармын. Осы шанс как восприняла. Жұлдыз болғыңыз келе ма? Иә. Қандай мамандыққа қызығып едіңіз? Қандай мамандыққа қызығып едіңіз? Психология. Психология қызығып едіңіз, иә? Актерлік курстарға бармадыңыз ба? Жоқ, бірақ барғым келген, бірақ біздің ойлаймын, Қазақстанда көп қазақтардың ойыншы бойынша актерлар онша көп таппайды деген нәрсемен өскеннен кейін мен психология жағын таңдадым. Қарсы Шолпан, рахмет, отыра беріңіз. Саламатсыздар ма, қайырлы күн баршаңызға. Мен есімім Несібелі. Мен Ордабасы ауданы Шұбар ауылынан келіп отырмын. Жасым 17-де. Қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы университеттің 1-ші курс студентімін. Мамандығым режиссура, театр өнері. Қазіргі таңда волонтерствомен айналысамын. Оқудан бөлек. Жастар орталығында. Инстаграмда әр кезде арқалай. Бірақ күнделікті өзімнің сол волонтерствомен айналып жатқан кездерімді түсіріп жүремін. Соларды салып, сонымен айналсам. TikTokта? TikTokта қызығушылықпен жайға өзім видеоларымды саламын. Актерлыққа қызығушылығым менің 5 жасымнан бастап болды. 5 жасымнан бері әлі бар қызығушылығым. Неге режиссураға түстіңіз? Мен негізінде Алматыға барған болатынмын, Жүргеновқа. И белгілі себептермен түсе алмай қалып, осы Шымкентке режиссураға келдім. Қазіргі таңда бізге сахнада өзімізді еркін ұстау. Біз қазір театрдамыз. Театрда спектакльдерді көріп, солайынан жүрміз пока что. Енді 1-ші курс болғаннан кейін. Не дайындап келдіңіз? Мен монолог дайындап келдім. Жетім қыздың монологы. Қазір жалтарсыз ба? Көреміз енді, жыласаңыздар жылайсыздар. Көңілдесіңіз жоқ па? Көңілді? Білмеймін, мен кеше сондай дайындап келдім. Көрейік ақа. Пока дауысым соған ғана келіп тұр енді. Сіздер дауыс қойдыра ма режиссерлерге, жоқ па тек актерлар қойдыра ма дауысты? Спектакльде бізге дауыс қойдырады. Жақсы. Сізге минус нәрсе керек па? Жоқ, керек емес. Бастай берейін ба? Иә. Жетім қыздың монологы. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлде кімді күтем. Әлде кім дегенім, мама, ол сенсің. Білесің бе, мама? Күнде орындығымды осында әкелемін де, сені күтіп отырам. Мам, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам екен деп артынан ере бергенінде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап талам. Мам, кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі жылы әйелдің бейнесін көріп, оны өзімнің анам екен деп, мені алып кетуге келді екен деп, менің мұнда отырғанымды қаламайды ғой деп, мама, мен мұндамын, мама! Деп айқайлай бергенімде, терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қалмасыншы деп тезде жинай бергенімде, тәрбиеші апай көріп қалды да ара жөнелді. Мама, білесің бе сол апайдың маған не дегенін? Әй жетімек, сен әке шешеңе керек болмағанда, маған қайдан ғана керексің? Деді де ұра жөнелді. Мама,
мама, сол апайдың ұрғаны. Мына жерім көгеріп ауырып барады, мама. Енді қандай үзінділер бар? Комедиялық, тағы басқа? Жоқ, Проза бар. Білем. Бізде де биді қатар үйретеді ғой, Биді жоқ, бізге әлі басталған жоқ, бірінші семестрден кейін басталған. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Бердалы Айдана, жасым 16-да, 2006 жылғымын. Осы жердегі 5-ші мектепте оқимын. Мен негізі Дольче Витада оқыдым, әлі де оқып жатырмын. Қазір Сақ кино студиясында да оқыдым, бірақ шығып кеттім. Мына жерде Дом школьникте, оқушылар сарайында, театрларда да ойнадым. Мектептегі шараларға да қатысып тұрамыз. Жақында да біз документальный фильм, клипке де түскен болатынбыз. Одан бөлек поэзия оқимын. Дом школьникте сол тележүргізуші болдым. Актерскийдан бөлек. Анда-санда былай биге шығып тұрам. Қайда шығасың биге? Биге мектептің билеріне, сол керек, концерт сондайларға. Мың бала жобасына не үшін мүше болғыңыз келеді? Өзімнің шығармашылық жағымды дамытқым келді, көргім келді, бағымды сынап. TikTok жүргізесіз ба? TikTok, Қанша подписчик бар? TikTok жүргізгенде мен де өзім үшін, өзім қызығушылығымен өзім үшін түсірем. Ал былай не жинап, көп болмаған. Оқырман жинап. Бүгін қандай өнер дайындап келдіңіз? Мен поэзия оқимын деп. Мұқағали Мақатаев. Тағдырым саған ризамын. Тағы да көрдім таң нұрын. Аязын қыстың, аяулы жаздың жаңбырын. Алтынға мейлі, толмай-ақ қойсын сандығым. Ризамын саған тағдырым. Шаршаған шақта, шақырып сені жекпе-жек. Басыма менің, бақыттан басқа төкпе деп. Тағдырым саған, жүрппін босқа өкпелеп. Өшпестей етіп, өмірдің жазған бұл заңын. Түсінбе кейде, тосырқап менің жүр жаным. Кеудемде мына, өзің сыйлаған бір жалын. Лапылдап жатыр, тағдырым саған ризамын. Сәлеметсіздер, мен есімім Мажар, жасым 20-да. Шымкент университетінде 2-ші курс оқимын. Осы жақында 1 жыл болады, TikTok'ты күнде әрдайым түсіріп жүремін. Қазір менде 130 мың подписчик бар, яғни өзімнің аудиториям бар. Және де мен бұл 130 мыңда тоқтап қалғым келмейді. Сіздердің осы мың бала хаусына өзім үлесімді қоса отыра, өзімнің де аудиториямды үлкейткім келеді. Менің TikTok'та түсіретін бағытым блогерлік. Жасыл фон арқылы әртүрлі фильмдерге өзімді қосып, солай адамдарға монтаждарды, өзім жасаған дүниелерімді көрсетемін. Және де ол менің оқырмандарыма өте қатты ұнайды. Және де менің осы мың бала хаусына қосатын үлесімді айта кететін болсам, менде лидерский качестволар көп деп ойлаймын, және де осы хаустың қатысушысы болуға өте лайықты қатысушымын деп ойлаймын. Және де осы хауста ең бастысы кейде таланттан да биік тұратын мінез деген нәрсе бар, көркем мінез. Мен психологияға өте жақын адаммын. Әр адаммен қалай тіл табысу керек, сол нәрсені өте жақсы білемін. Психологиялық кітаптар, неше түрлі тренингтерге барғанмын. Сол үшін көркем мінез өте маңызды нәрсе деп ойлаймын осы хаустағы. Тіпті таланттан да жоғары тұратын. Мысалы, кей адам талантты болса, бірақ мінезі нашар болса, ұрысқа жақын болса, оның хауста орны жоқ деп ойлаймын. Жалпы. Жоқ. И мен өтірік айтқанды өте жек көремін. Адамдарды ұнатпайтын нәрсем. Және жалқаулықты ұнатпаймын. Мен үнемі жыбырлап, ізденісте жүретін адам болғандықтан, ол адамдармен тіл табысу маған ұнамайды. Мамандық қандай қазір? Мамандық қазақ тілі әдебиет мұғалімі.
осылай. Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Интизара Нусратуллаева Нарзулла қызы. Интизара. Ұлтым өзбек, негізі Кентау қаласы Қарнақ ауылында дүниеге келгенмін. Бүгінгі таңда Шымкент қаласындағы Орталық Азиялық университетінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым аударма ісі. Алайда мен бүгінгі таңда осы Шымкент қаласында Хан деген республиканский телеарна бар. Сол жерде Хан деген. Сол жерде журналист болып, то есть тілші қызметін атқарамын бүгінгі таңда. Өзімнің жобаларым бар, өзімнің бағдарламам бар деген сияқты. Қазақ тіліне деген менің құрметім өте шексіз. Қазақ тілін өте жақсы көремін. Сонымен бір қатарда қазақтың көне ұлы тұлғаларының өлеңдерін оқып, оларға арнау жазған маған ұнайды. Мысалы, Мұқағали Мақатаевқа арнау жазғанбын. Сонымен бір қатарда мен сіздерге бүгін қазір Күләш Ахметованың «Сен қазақсың» деген өлеңін оқып берсем. Қандай бағдарламалар жасадыңыз? Бірлік мекені Шымқала деген бағдарлама бар, менің өзімнің жеке бағдарламам. Бұл бағдарламада біз Шымкент қаласында тұратын түрлі этнос өкілдерінің бүгінгі таңда өмірі, тыныс тіршілігі, сонымен барып кеңінен танысып, ол ұлттың тамақтарын, киімін, салт дәстүрін жұртшылыққа насихаттау. Негізі Инстаграмда өте белсендімін, бірақ TikTokқа деген қызығушылығым менің бүгінгі таңға дейін болмаған еді. Бірақ сіздердің осы жобаларыңызды көргеннен кейін бүгіннен бастап TikTokты да қолға аламын деген ойдамын. Зара Нарзуллаевна. Өзімнің күнделікті қандай да бір съемкаға баратын болса, мен өзімді түсіріп, бүгін біз осындай съемкаға бара жатырмыз деп, өзімнің достармен бөлісіп отырамын. И олар маған всегда қолдау білдіреді. Мен Күләш Ахметованың «Сен қазақсың» деген өлеңін оқып беремін. Аудармасы мамандығында оқимын. Бірақ мен журналист мамандығына өте қатты қызығатымын. Барып, ол жерде телеарнаға бардым, мен журналист болғым келеді дедім. Бірақ менің ұлтым біріншіден өзбек, екіншіден менің мамандығым журналист мамандығы емес. Университетті де әлі аяқтамағам, дипломым жоқ. Бірақ мен өзімнің таланттығыммен, өзімнің жақсы тұстарымен мені телеарнаға жұмысқа қабылдады. Бүгінгі таңда мен айлық алып телеарнада тілші болып қызмет атқарамын. Күләш Ахметова, «Сен қазақсың». Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек. Қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек. Киіз үйің жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағың күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адамға адам құл болғаны құрысын. Жойқын соғыс, зұлматтарда жойылмай, қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір-күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің дірілдеткен тізесін, тұлпарыңның тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, ғарышкерсің, жанаспан, өрелісің, өз орныңа таласқан, төрге лайық марқасқасың, мықтысың, төркіл дүние саясатты санасқан. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, досың адал, дұшпаныңа кектісің, бір болуға, көп болуға тиіссің, көрмеу үшін жаттың өзгі тепкісін. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, досың адал, дұшпаныңа кектісің, бір болуға, көп болуға тиіссің, көрмеу үшін жаттың өзгі тепкісін. Сен қазақсың, қазақ едің туғанда, онда дүние тағылымынан үлгі алда, ата жұрттан, ана тілден айрылма, төбеңде күн, төменде жер тұрғанда. Қазақстанда ұлтаралық татулықты қалай күшейтуге болады? Ұлтаралық татулықты қалай күшейтуге болады? Біз Қазақстан біздің туып өскен мекеніміз, менің кіндік қаным тамған жер. Біздің отанымызда 130-дан астам ұлт пен ұлыстар бүгінгі күнде тату-тәтті өмір сүруде. Сонымен бір қатарда мен бүгінгі таңда Өзбек этно-мәдениет бірлестігінің мүшесімін. Жастар республикалық жастар рухы, жастар қанаты жобасының да мүшесі болып табыламын. Сонымен бір қатарда қалай сіздің бұл сұрағыңызға менің айтатын жауабым, біз бір тудың астында, бір отаудың астында бірге болғандықтан біз барлығымыз бірге Қазақстанның дамуына әрекет жасауымыз керек. Айтады ғой, ұлттың жаманы болмайды, адамның жаманы болады дейді. Сол сияқты сен ана ұлтсың, сен мына ұлтсың деп бір-бірімізді бөлмей, жармай, айтады ғой, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығар, барлығымыз бірге мемлекетіміздің дамуына әрекет жасауымыз керек деп ойлаймын. Себебі мынау өзбек,
мынау қазақ деген сияқты барлығымыз түркі мемлекеттеріміз, барлығымыздың шыққан түбіміз бір түркі мемлекеттеріміз деп есептеймін. Қазақ, өзбек бәрі бір туған, менің ойымша. Иә, барғым келеді. Сонымен бір қатарда мен бұрында Силкой деген университетте оқығанмын. Сол жерде Силкоймен саяхат деген бағдарламамен біз Таразға, Алматыға, Қызылордаға, Қарағандыға, сол қалаларға біз Силкоймен саяхат бағдарламасымен саяхатта барған болатынбыз. Сол кезде мен Алматы қаласында болғанмын. Алматы қаласы маған өте қатты ұнайды. Сонымен бір қатарда мен бокстың муайтай деген түрімен 3 жыл бойы шұғылданғанмын. Өзім республикалық, халықаралық жүлделі орындардың иегерімін. Самарқан, Ташкент, Бұхара, сосын сондай шет қалаларда, басқа мемлекеттерде жарыстарда болғанмын. Сол кезде де мен 2 ай бойы Алматы қаласында спорда болған болатынмын. Менің шетке шығатын ешқандай менің былайша айтқанда маған бір шектеу жоқ, иә, басқа қалаға баруға. Негізгі мақсатым, мен журналист деген бұл халық пен биліктің ортасындағы алтын көпір есептеледі. Біз әртүрлі жаңалықтарды, біз халықтың адамбыз ғой, біз болып жатқан жаңалықтарды барлығын біз халыққа жеткізіп тұратын біз айнамыз. Сондықтан да журналист болуда менің басты мақсатым болып жатқан оқиғаларды, жаңалықтарды мен халыққа жеткізіп тұру. Әрине, жақсы жаңалық болсын, көбірек жақсы жаңалықты жеткізуге тырысамын. Өзім жаңалықтар бөлімінде қызмет атқарамын бүгінгі таңда. Күнделікті 4-5 диктор болдым. Таң сәрі деген бағдарламада диктор болдым. Жүргіземін. Бірақ әлі жаңалықтарға мен өзімді әлі лайықты деп санамаймын. Себебі мен айта, сен жаңалыққа шық деп, мен өзім жоқ деп өзімді артқа тартам. Себебі мен оған жеткілікті дәрежедемін деп ойламаймын. Құдай қаласа өзімді одан әрі дамытып, журналистика саласында жақсы жетістіктерге жеткеннен кейін барып диктор болуға өзімді лайықты санаймын. Осы орайда Мұқағали Мақатаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Фариза Оңғарсынова, Күләш Ахметова, тағы Махамбет Өтемісұлы сынды кереметте қазақтың тұлғаларын, өлеңдерін жаттан оқимын. Мектепте өте белсенді болғанмын, сонымен қатарда 100-ден артық грамота, мақтау қағаздар, дипломдарым бар. Бүгінгі таңда. Мың бала жобасына келуден мақсатым, мен бүгін оны жаңа ғана көріп қалдым негізі. Сөйтіп сағатқа қарасам 2-ден 5 кеткен екен. Өзім осы гарант жақта тұратын болғандықтан, мен сразу тіркелдім, видеомды TikTokқа жүктедім, TikTok'ым бар, бірақ мен TikTok түсірмеймін. Алайда телеарнамыздың дамуы үшін біз TikTok канал аштық, Хан телеарнасы. Сол жерде бізге СММ маманы бізге осында TikTok түсіреміз, телеарнаның дамуы үшін дейді. Сол кезде мен телеарна атынан TikToktарға түсіп тұрамын. Бірақ өзім жеке TikTokқа түсіп жүктемеймін. Тек қана Instagramды жүргіземін, историялар арқылы. Омар Бағдаулет, мен осы Оқымпу университетінің математика-физика мұғалім даярлау пәнінде оқимын. Негізі жалпы осы жерге гитара тарту бойынша келіп тұрмын. Ал гитараны мен жақын арада шамамен 1 жылдың ішінде өзім жеке самоучка ретінде үйреніп шықтым. Одан бөлек мен домбыра тарта аламын, одан тоғызқұмалаққа қатысқан, күреске барғам, жан-жақты өнерлерім бар. Лидерстволықпен де мен жақсы, және де старсты, өзім группамда старсты болғам, ортамен тез тіл табыс кете аламын. Ассалаумағалейкум, менің аты жөнім Есіркеп Шерхан болады. Түлкібас ауданы Тұрар Рысқұлов ауылынан келіп тұрмын. 3 тілде оқытатын мамандырылған мектеп Дарыны атты мектебінен келіп тұрмын. Мың балаға келудегі себеп қандай? Өмірде енді бәрін көріп қайту дегендей, қатысып, білу дегендей ғой енді. Сондай дегендей ғой бәрі? TikTok'та не саласың? TikTok'қа мен онша қызықпайтын май. Андасында кіріп қоям да, әсте TikTok'қа бір кірсем болды, кіріп кетем да. Сол себепті да. Хорошо, өлең оқисың? Жыр бола ма? Жыр. Ахмет Байтұрсын, Ерсайын. Бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда, шарбақты үшкенді, ноғайлы деген жұрт өтті. Бір замандар болғанда ауыр дәулет мал кетті, жарлықтың зары өтті. Халқы жарлығы болған соң жігітінен әл кетті. Жап жаңалаш жүрген соң әйелінен ар кетті. Сол ноғайлы жұртында жортқыға мінбеген, түстік жерге жүрмеген, кірлі киім кимеген, Аллаға тілі тимеген, 5 намазын қоймаған, бір құдайды ойлаған, қара абысы хан болған, байлығы жұртқа аң болған, малы алашқа таң болған, бозына
аятта бай болған? Мен Арслан Жанбек, актермын, ақынмын, Болонер театрының актермын. Жақында ғана Ақтөбе қаласынан Айтқыштар Ақтөбеде атты фестивалінің жүлдегер болып келгем, номинация алып келгем. Сол фестивальдан мен осы театр әлеміне келгеніме 1 жыл болды. Мен бірақ кішкентайымнан театрға қызығам, театр актері болғым келеді. Бірақ театр саласына келгеніме 1 жыл болды. Өйткені мен оған дейін өз-өзіме сенбедім. Қазір бір үзінді монолог немесе кез келген монолог болсын, үзінді болсын. Мен жаңа Айтқыштар Ақтөбеге барған, дайындап берген немді орындап берсем. Таң атты! Таң атты! Таң атты! Ей, таң атты! Отставка деген генерал Булдиевтің тісі қатты ауырды. Жасамаған емі қалмады. Тісіне арақ та қойды, коньяк та қойды, таспай да қойды. Бірақ олардың ешқайсысы көмектеспеді. Сол кезде приказчик Иван Евсеевич өз кеңесін айтты. Өз кеңесін айтты. Таң атты! Таң атты! Вот. Актер үйрендім. Мен жаңа Ерлан Аюсбаев деген ұстазым бар. Сол кісіден үйрендім. Келгеніме 1 жыл болса да, театр саласынан келгеніме 1 жыл болса да, мен көптеген жаңа жетістіктерге жетіп жатырмын. Ең бастысы қызығушылық қой адамда. Ассалаумағалейкум, талантты жастар. Менің есімім Сыдық Мейірбек. Мен қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым көркемеңбек және сызу мұғаліміне даярлау. Қазіргі таңда ұлттық аспаптар жасау және де сурет, жігітке жете өнерде аз демекші, сурет, видеомен, мобилор саласымен және де қандай табыс әкелетін жұмыс болса, ұлттық аспаптар жасаймын, сол бойынша айналысып жатырмын. Домбыра, қобыз, дауылпаз, сондай қазақтың қандай ұлттық аспаптар болады, сол бойынша аспаптар істей беремін. Осы былтырғы жылы 2021 жылы студент болып өзіміздің жеке көрмемізді бердік. Және де бозбаламен бойжеткен ұлттық байқауға қатыстым. Сол жерде өнерлі жұп атандым номинациясымен. Қазіргі сол жетістіктерім жалпы Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжден түстім. Әбдіқұл Махамбет, жасым 19-да. Мамандық музыка пәнінің мұғалімі, инструмент домбыра. Дауыстан ғой біз, вокал жағынан. Универдегілер сен кім деп біледі? Кім деп білгенде әнші деп біледі, әнші деп біледі. Концерттерде Махамбет Али, қандай айтамыз онда? Қандай өлең айтайын? В степи бескрайным вырос город необычайной красоты. Он величав душою молод, парит как символ высоты. В нем воплотилась вековая мечта народа и страны. Цвети столица золотая, во имя мира и любви, город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебной страницей, город мой, лети над миром самой яркой птицей,
лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети, как свет любви моей души, моей земли, моей страны, столица. Море вернулось говором чаек, песни привоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, предалим скалам, ты ненадолго подаришь припой. Море, возьми меня, дальние дали, парус малых вместе с собой. Деп бітіре салайын. Мен Ынтықбай Жансая, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық... Жансая. Иә, Жансая. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің бірінші курс студенті. Жасым 17-де. Мамандығым қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Ақынсыз ба? Иә. Қандай байқауларды? Республикалық Ақберен байқауының 2-ші орын жүлдегері, Мағжан Жұмабаев байқауларының 1-ші жүлдегері, және аудандық Төле би, Мұқағали Мақатаев, Ахмет Байтұрсынұлы. Мектепте көп қатыстыңыз ба? Иә. Университетке келгеннен кейін қызығушылық жоғалып кеткен жоқ па? Жоқ, өзім үшін жазам. Иә. Қайсысын оқисыз? Сезімімізді селғайықшы себепсіз. Сезімімізді селғайықшы себепсіз. Жауынсыз күні жаңбыр боп. Барлық ойлардан арылайықшы керексіз. Айтылар бүгін айып көп. Кітап оқиықшы. Мен оқып, сосын сіз маған. Ұйып тыңдайықшы. Кейіпкері боп таңдаған. Вальс билейікші. Әуенге баяу қазақша. Тағы сезейікші. Сезімді сел ғып жауынша. Бірге қыдырайықшы, сол жақын саябақтарда, фелик айдайықшы, арнайы түзу жолдарда, северге барайықшы, алайық тәтті балмұздақ, жаяу қайтайықшы. Ұнайды маған жалғыз сәт, өтінші маған, жаса деп тамақ тәп-тәтті, алып барайын тұздықты сеуіп қап қатты. Маған гүл аушы, ақ болсын аған раушаның, хатында салшы. Күйдіріп ішін баршаның, махаббат жасқа қарамайды ғой білесің, барлығын айтсам, мазақ қып сырттай күлесің. 20 жасыңда өтіп кетсең де бұл күйден, неліктен онда 17-дегімен жүресің. Сезімді сел ғып, қалауды көл ғып айтыппын, ал сендік ойларды жеткізер маған қайтып кім? Әлеуметтік желілер кез келген бала қолданады, кез келген бала әлеуметтік желіде отырады, бірақ та ол жерде балалардың қандай контент көретіні өте маңызды, себебі олар осы контенттерді қарау арқылы олардың ақыл есі қалыптасады, олардың тәрбиесі де осы қазір әлеуметтік желілерден болып жатыр. Біз осы мәселені ескергіміз келеді. Осы біз хауыз арқылы қазақ тілді көбінесе патриоттық, ұлтжандылық тақырыптарында, тағы да басқа тақырыптарда түсіріп, балаларға осы азаматтарға дұрыс контент ұсынғымыз келеді. Ал дұрыс контент ұсыну үшін бізге осыған атсалысатын балалар керек. Сол себепті де біз қазақ тілді контентте жасайтын, осыған үлес қосатын, өзінің идеялары бар, креативке толы жастарды іздеп жүргеніміз себебі де осыдан. Мың бала деп аталуы да сол. Мың бала деген сөздің өзі мың болып, жан-жақтан жиналып, бірігіп күш болдық деген сөз. Осы бір мағынада қазақ танымдағы атты алып отырмыз. Біздің ойымызша сіздермен біздер қосылып, жақсы қазақ тілді контентке үлес қосамыз деп ойлаймын. Келгендеріңізге көп рахмет.
Жалпы енді әлеуметтік желімен қатар психологияны бірге ұштастырып тың дүниелер жасауға бола ма? Иә. Мысалы алсақ, тиктокта көп адамдар отырады. И солардың түсіретін контентіне қарай анықтауға болады. Например, қызық қылып, оны и әлеуметтік қылып, и психология жағынан түсіндіріп, сондай көп контент істеуге болады. Енді бүгінгі кастинг сіздің көңіліңізден шықты ма? Иә, ойлаймын, что адамдар өте көп өнерін көрсетті деп, көріп үлгермесем де, бәрі өте қызықты адам деп ойлаймын. Рахмет сізге алтын уақытыңызды бөліп, біздің кастингке қатысқаныңызға, алдағы уақытта сізге шығармашылық сәттіліктер тілейміз. Рахмет. Мың бала жобасына айтатын ұсынысқа келетін болсақ, ерсі емес, көрерменнің көзайымына айналатын жаңа дүниелерді қолға алып, сол бойынша жұмыс атқарса деген ойдамын. Жалпы енді қазіргі таңда қоғамда жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Осы жақында ғана президентіміз Шымкент қаласына келіп жетті. Осы туралы пікіріңіз қалай? Бұл әрине біз үшін үлкен мақтаныш, үлкен жетістік деп айта аламын. Мемлекет басшысы өзі біздің Шымкент қаласына келіп, белгілі зиялы қауым өкілдерімен кездесіп, олардың мұң-мұқтаждарын тыңдап, олармен пікір алмасып, ойын бөлісті. Мен бұдан өте қатты қуаныштымын. Бұл дегеніміз мемлекет басшысының Шымкент қаласына деген үлкен көңіл бөлуі деп білемін. Және де үлкен алғысымды білдіремін. Тұңғыш президентіміз өз айтқан, өмірге бір рет келесің, оны сүрсең Шымкентте сүр деп. Сол сияқты Шымкент қаласына келіңіздер, көріңіздер, тамашалаңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Құрметті достар, бейбіт күннің батыры, Әділет батырымызбен біз бүгін сұхбат құрайын деп тұрмыз. Әділет, жалпы оқиға қалай болды, айта кетсең? Мен ағам екеуміз үйде құрылыс жүргізіп отқанбыз, ремонт. Сонымен бір кішкене бала келді да бізге суға бір баланың батып кеткенін айтты. Біз аға екеуміз ойланбастан жүгіріп бардық оған. Суға түстік, ағам таппай жатқан екен, мен секірдім суға. Сонымен қолыма тиді баланың денесі. Сонымен сыртқа шықтым да ауа жұтып алдым да қайтып кірдім суға. Сонымен баланы алып шықтым. Баланы алып шыққан екен, жасанды дем беріп, жүректен маша жасап, сондай берді. Жалпы оқиғадан кейін қандай марапаттаулар ұсынды саған? Төсбелгілеріңді айта кетсең? Мына ел қорғаны медаль, бұны қорғаныс министрінің несімен жарлығымен берді. Одан кейінісі? Бұны МЧС министрі берді. Жалпы өзіңнен кейінгі буынға енді өзіңнің ақыл кеңесіңді айта кетсең? Сабақты жақсы оқып, отанды қорғап, үлкендерді құрметтеп, қазақ тілін насихаттап, үлкендерді құрметтеп жүріңдер. Рахмет, Әділет. Сіз секілді батырлар көп болсын. Рахмет, тек алға.